Қайырлы күн, құрметті Атырау мемлекеттік университетінің оқытушылары мен студенттері. Сіздерді Ұлы Отан соғысының аяқталуына байланысты 75 жыл толуына байланысты баршаңызды құттықтаймын. Мен өзімнің зерттеу еңбегіме сәйкес Хисмет Бозанұлы Табылдиевтің Атырау облысы 30 жылдарда еңбегімен сіздерді таныстыруға жөн көрдім. Бұл еңбекте Гурьев облысының тыл еңбеккерлерінің шығарған өнімдері Қазақстан тарихында Ұлы Отан соғысының бір жақты жазылғандығын жоққа шығарады. Гурьев тылында әйелдер мен балалар 75 пен 80% аралығында қамтыды. Олар майданға кеткен ер азаматтардың орнын жоқтатпай, бар еңбектерін салып күні-түні жұмыс жасаған болатын. Мемлекетте қорғаныс қоры құрылып, тұрғындар өздерінің мал мүліктерін жинаған ақшалары мен алтын бұйымдарын осы қорға әкеліп өткізген болатын. Бұл қор кейбір жерлерде отанды сақтау қоры немесе жеңіс қоры дегенде атауға ие болған болатын. Сөзіміз дәйекті болу үшін Карл Маркс ұжымшарының басшысы Ысқақова Кәделінің социалистік еңбек газетіне Сталинге жолдаған жазбасы дәлел болады. Бұл жазбада Кәделі Ысқақова өз қалтасынан 175 мың сомға жауынгерлік самолет жасақтап, оны ұшқыш Иванович Ишинге тапсыруыңызды сұраймыз деп Сталинге жолдама береді. Сондай-ақ ұжымшардың ауыл шаруашылығы саласында мал тері өңдеу басқа да салалары өзінің дәрежесін бірнеше есе артық орындағаны туралы жазылады. Сондай-ақ Хисмет Бозанұлы аймақтағы эвакуациялық госпитальдардың болғандығы туралы жазады. Оған дейін 5 госпиталь аталып келген болса, еңбек зерттеу барысында Гурьев облысында 10 госпиталь аймағы болғаны анықталған. 1943 жылдың қараша айларында барлығы Гурьев госпитальдарында 55 мың адам емделіп майданға аттандырылған болатын. Олардың 25 мыңы Сталинград тұрғындары. Сондай-ақ транспорт жүйесінде де қолға алынған болатын. Соғыс жылдары Гурьев облысына транспорт жүйесі саласына өте күрделі міндеттер жүктелді. Себебі Баку және Грозный мұнайларының жау қолында қалуы Гурьев мұнайын қажет еткен болатын. Сондықтан бұрын теміржол саласына қызмет еткен қызметшілерді қайтадан жұмысқа шақырып, олардың жалақысы өсірді. Сондай-ақ оларды соғыстан босату ісі де қарастырылған болатын. Буржуазиялық тарихшылардың субъективті пікірі, яғни ақш КСРО-ға өзінің көмегі берілгеннен кейін, содан кейін барып немістерді бетін қайтарды деген субъективті пікірлер жайылған болатын. Хисмет Бозанұлы осы пікірлерді өзінің дәлелдемесіне былай келтіреді. ақш-тың берген көмегі кеңес өнімінің 4%-ын құрайды, және де 1942 жылы батысқа қуу операциясы басталғанша ақш жалпы Еуропа екі мемлекеттің қайсысы әлсірейді, қайсысы құлайды екенін күтіп отырды дейді. Сондай-ақ ақш-тың 31-ші президенті Гувер Кларктың мына бір сөздерін келтірген. КСРО ақш-тың көмегінсіз немістердің бетін бірінші болып қайтарды деген. Белгілі тарихшы Манаш Қозбаев Қазақстан тылы берікте мығым тыл болды деген баға берді. Сондай-ақ Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өзінің еңбегінде Қазақстан тылын соққыларын жау бірінші күннен ақ сезді деген баға берген болатын. Сондай-ақ жау қолында қалған қалаларды экономикасы жақсарту саласында 1943 жылы қаулы қабылданып, гурьевтіктер Сталинград пен Таганрог қалаларына 1.488.000 қаржы жинақтап берді. Сондай-ақ Орел облысының Пачок қаласына гурьевтіктер 1943 жылы 600.000 сом қаржы және де 700 ірі қара мал жөнелткен болатын. Осы Пачок қаласының
мұражайында түгелдей бір қабырға Гурьев халықтарының достық қарым-қатынасына арналған. Осы аталған цифрлар және де тыл еңбеккерлерінің көрсеткен жоғары көрсеткіштері қазіргі ұрпақтың мақтанышына айналуы парыз болу керек. Осы көрсеткіштерді зерттеген ғалым Хисмет Бозанұлы оның еңбегі ғылым саласында өте үлкен үлес қосты. Сондай-ақ рухани жаңғыру бағдарламасына туған жер, туған өлке тармағындағы жолдамалар ең бірінші әрбір азамат өзінің ауыл, содан кейін қала, кейін республика дәрежесінде өзінің патриоттық сезімін дамыту керек. Бұл қазақтың нақыл сөзі май жақса басыңа жақ деген нақыл сөзіне сәйкес келеді. Яғни мағынасында ең бірінші жақсылық өзіңе, содан кейін ағайын туыс, дос жарандарыңа деген секілді мағынаға ие болады.